Саламатсыздар ма, құрметті оқырмандар, құрметті көрермендер. Бүгін үй жағдайында пекин капустасы қосылған салат жасаймыз. Тез әрі оңай, қолда бар заттардан. Ішіне копченый тауықтың аяғы, қызанақ, сыр, жұмыртқа, сарымсақ, пекин капустасы, майонез және дәміне қарай бұрыш, тұз. Бұнда қосымша болгар бұрышын қоссаңыздар болады дәміне қарай. Бірақ біздің үйде ол желінбейтіндіктен осы құраммен жасаймыз. Ең біріншіден пекин капустасын алып, 4 бұрышты етіп тураймыз. Ең біріншіден жұмыртқаны суға пісіріп аламыз, суға салып қоямыз. Жұмыртқамызды салып қойдық. Бұл әзірге піскенше біз пекин капустасын тағы да басқа құрамдарын турай берейік. Жұмыртқамыз піскенше біз дәл қазір қызанақты, пекин капустасын және тауықты 4 бұрышты етіп, ірілеу қылдырып, турап қоямыз. Міне, капустаны, қызанақты және тауық етін 4 бұрыштап ірілеп турап қойдық. Әрқайсыларыңыз өздеріңіздің талғамдарыңызға байланысты турасаңыздар болады. Мүмкін кейбіреулер соломкамен турайды. Мен өзім осылай 4 бұрышты етіп турағанды жақсы көремін. Ендігі кезекте жұмыртқамыз піскен болса, жұмыртқамызды да 4 бұрышты етіп турап осының ішіне қосамыз. Міне, піскен жұмыртқамызды да 4 бұрышты етіп турап үстіне салдық. Енді дәміне қарай тұзымызды, содан кейін бұрышымызды, егер бұрыш ұнатпайтындар болса, бұны қоспай қоюға да болады. Содан кейін майонез немесе кілегей қосуға болады. Майонез қосылған салатымызды араластырамыз. Неге араластырып болдық. Енді осыны тарелкамызға саламыз. Тарелкаға салғаннан кейін үстінен сырды теркадан өткізіп, салатымызды әрлейміз және дәм береміз. Мінекей салатымыз дайын болды. Ас болсын.